Сәлем достар, біз бүгін осындай кішкентай чебуреки жасайтын боламыз. Алдымен қамырымызды елеп алатын боламыз. Қамырымызға керек заттар: ұн, су, тұз, сұйық май. Суымыз міндетті түрде ыстық болуы керек, сонда ғана оның сыртқы қабаты қытырлақ болып, жақсы болып шығатын болады. Ал қамырымызды өте қатты қылып елеп аламыз. Қатты елеп болған қамырымызды жарты сағатқа тындыруға жіберетін боламыз. Қамырымызды тындыруға жіберіп, салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына керек заттар: ет, картоп, пияз, тұз, қарабұрыш, сире. Алдымен ет, пияз, картопты турап алып, қалған қоспаларын қосып араластыратын боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны өзімізге ыңғайлы етіп, кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Колокольчикті бассаңыздар, видеомды ең алғашқы болып көре алатын боласыздар. Кішкентай бөліктерге бөлген қамырымызды қалыңдығы мөлшермен 1 мм болатындай қылып жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып болған соң, ішіне салмамызды салып, шетін әдемілеп түйетін боламыз. Қамырымыздың шетін бекітпес бұрын, ішіндегі ауасын әбден қысып шығарып тастайтын боламыз. Егер ішінде ауа қалып қойса, піскен кезде шеті жарылып, ішіндегі салмасы сыртына шығып кететін болады. Осылай барлық кішкентай чебурекилерімізді жасап аламыз. Жасап болған кішкентай чебурекилерімізді қатты қызып тұрған майда екі жағын қызарта отырып пісіріп аламыз. Осымен кішкентай чебурекилеріміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.